Ақмола облысы ежелгі және орта ғасырлық тарихи ескерткіштерге бай және өзіндік ерекшелігі бар. Сонымен қатар, бірегей этномәдени қабаты бар өңір болып табылады. Мұнда Қазақстан халқының өткен тарихынан сыр шертетін сан қырлы тарихи оқиғалар орын алды. Тәуелсіз Қазақстанның жас астанасы Нұр-Сұлтан қаласы, сонымен бірге Ақмола облысының дамуы мен қалыптасуына негіз болған тарихи мәдени мұралар болып табылатын ұлы тұлғалардың атымен аталған Абылай ханның ордасы, Кенесары ханның үңгірі, Шоқан Уәлиханов, Біржан Сал және ақан серілердің бай мәдени мұрасы қазақтың тарихын жалғастыратын өскелең ұрпақтар үшін үлкен өнеге болмақ. Тарихи мәдени мұраны қорғау және пайдалану орталығы алдында өзекті мәселелерінің бірі ұлттың бай тарихи мәдени мұрасын сақтау болып табылады. Қазіргі кезеңде Ақмола өңірінде жалпы саны 1793 тарих және мәдениет ескерткіштер, оның ішінде 4 республикалық маңызы бар, 1032 жергілікті маңызы бар ескерткіштер және 757 алдын ала есепке алу тізіміне енгізілген тарих және мәдени мұра объектілері бар. По инициативе лидера нации, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева в рамках возрождения казахстанского исторического сознания в 2004 году разработана программа «Мәдени мура. Культурное наследие». Благодаря программе были отреставрированы памятники по области: музей Бөгенбай-Батыры в Ерейментауском районе, музей Малика Габдуллина, областной историко-краеведческий музей. Установлен памятник Бөгенбай-Батыру в Ерейментауском районе и возведен мазар хану среднего жуза Уәли хану в Зерендинском районе. 2005 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп келеді. Табылған барлық артефактілер экспозициялық көрме қорларын толықтыру үшін Ақмола облыстық тарихи өлкетану музейіне тапсырылып, бүгінгі күні олардың саны 1500-ге жетті. Охранно-спасательные работы проводятся на объектах историко-культурного наследия в Зерендинском, Сандыктауском, Ерейментауском, Жаксынском районе и городе Степногорск. Работы на поселениях и курганах, относящихся к эпохе бронзы 7-8 века до нашей эры. Общее количество участвующих за сезон достигает более 50 человек. В экспедиции принимают участие студенты Кокшетауского государственного университета имени Шокана Уәлиханова, Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова, Кокшетауского технического института Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, учащиеся городских школ, облыстың барлық аудандарында жаңа археологиялық ескерткіштерді анықтау үшін барлау жұмыстары жүргізіледі. Осындай барлау жұмыстарының нәтижесінде мамандар 100-ге жуық археология ескерткіштерді анықтады. В 2017 году Казахстан вступил в новый исторический период. Благодаря инициативе первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева в свет вышла статья «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Спецпроект «Сакральная география Казахстана» стала одной из приоритетных задач перед общественностью. В карту сакральных объектов Казахстана от Акмолинской области вошли 10 общенациональных и 33 региональных объекта. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды. Көкшетау мен облыстың тұрғындары, қонақтар мен туристер үшін ескерткіштер туралы ақпаратты қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында QR-код заманауи технология көмегі арқылы Ақмола облысының киелі объектілер туралы ақпаратты цифрландыру бойынша жобалар іске асырылды. Облыстың тарихи мәдени мұрасын насихаттау барысында орталықтың мамандары ұлттық рухта тәрбиелеу мақсатында жастармен тығыз байланыста үнемі облыстың тарихи мәдени мұрасын насихаттау барысында көптеген іс-шаралар ұйымдастырып келеді.